Құрбан айт мерекесімен қатар келген білім күнін жаңаөзендік оқушылар ерекше атап өтті. Дәстүр бойынша өңірдегі барша мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Әсіресе ұстаздар бірінші сынып оқушыларын салтанатпен қарсы алды. Бүлдіршіндерде алтын ұя атанған білім ордасына құшақтарын гүлге толтыра келген. Білім күнінің салтанатты жиынына жиылғандарда құттықтаған қала әкімі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында сапалы білім, дарынды балаларға қолдау қашанда алдыңғы орында деп атап өтті. Жаңа оқу жылында қаламыз бойынша 22 мемлекеттік және бір жеке меншік мектепте 27 мың оқушы партаға отырды. Олардың 3700-і бірінші сыныпқа қабылданғандар. Оқушылар мен ұстаздар үшін білім күні жаңа бастамалардың, жаңа ізденістердің, жаңа идеялардың символы. Әсіресе мектеп табалдырығын тұңғыш аттайтын балалардың жүрегінде бүгінгі күн мәңгілікке сақталады. Жаңаөзендік оқушылар былтырғы оқу жылын жақсы көрсеткішпен аяқтады. Ұлттық бірыңғай тест қорытындысы бойынша 75-те 8 орташа ұпай көрсеткішіне ие болып, 35 алтын белгі мен 36 үздік аттестат алған түлектер ұстаздар үмітін ақтады. 251 бала мемлекеттік грантқа іліксе, 111 үміткер серпін бағдарламасы аясында жоғары оқу орындарының студент атанды. Номері 18-ші орта мектеп Жаңаөзен қаласында білім сапасы деңгейінен алғашқы бестікке енген. Биылғы жылы білім ордасының бірінші сыныбына 370 оқушы қабылданды. Болашақ бітіруші түлектер арасында да ұстаздық қызметті таңдаған оқушылар да бар екен. Бүгінгі білім күнімен барлық оқушыларды, ұстаздарды және ата-аналарды құттықтаймын. Және де жас түлектерге барлығына 11-ші сынып оқушыларына УБТ-дан жоғары балл алып грантқа түсіп кетуіне тілектеспін. Алғашқы қоңырау салтанатында ата-аналар мен ардагер ұстаздар да өз тілектерін жеткізді. Мектептің талантты оқушылары ән жырдан шашу шашты. Сәбит Лұқпан, Райымгүл Махамбетова, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар. Жаңаөзен қаласында кәсіби зияткерлік мектеп ашылды. Үш тілде білім беретін орда 150 орындық. Салтанатты түрде лентасы қиылып, балғындар заманауи үлгіде бой көтерген ғимаратта 1-ші мен 4-ші сынып оқушылары білім алатын болады. Кәсіби зияткерлік мектебінің ашылу салтанатына жиналғандарды қала әкімі Елубай Әбілов құттықтады. Оқушыларға жаңа жетістіктер мен табыс тілеген шаһар басшысы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында балғындар сапалы білім алатынына сенім білдірді. Қалада бұрын 22 мектеп болса, міне бүгін тағы да бір мектеп қосылып тұр. Бұл кәсіби зияткерлік мектеп бақшасы. Бұнда енді 150-дей бала оқу білім алу бастайды. Бүгінгі бірінші сыныпқа келіп жатқан бүлдіршіндерге сәттілік тілейміз. Осы мектепте жақсы оқып, білім алып, тәуелсіз еліміздің үлкен жақсы бір азаматтары болу. Береке құтты болсын, мектептеріңіз құтты болсын. Жаңаөзен қаласында алғаш ашылып отырған кәсіби зияткерлік мектебі 150 орындық. Ғимарат жаңа оқу құралдарымен толықтай жабдықталған. 7 оқу кабинеті, асханасы, жатын бөлмелері мен кітапханасы бар. Мұнда жоғарғы санатты 15 мұғалім қызмет етеді. Оқушылардың шығармашылығы мен ғылыми қабілеттілігін арттыруға бар жағдай жасалған. Осы бастауыш білім берудің тағы бір ерекшелігі 2000 ұлт болашағын дамыту 100 қадамның ішіндегі 5 сала бойынша 3 тілді білім беру. Біздегі ерекшелік сол 3 тілді білім беріледі. Яғни орыс, ағылшын тілдерінде тереңдетіліп оқытылады, жалпы оқу қазақ тілінде жүргізіледі. Келесі оқу жылына жоспарлап отырған жоспарымыз 100 орындық спорт залын салу. Жалпы жобалық қуаты бізде 150 орынға арналған. Соған қосымша ретінде спорт зал салғымыз келеді 100 орындық. Кәсіпкердің жаңа бастамасы алдағы жылы кеңеймек. Биыл 1-ші сыныптан 4-ші сынып оқушыларын оқытатын болса, келесі жылдан бастап ғимарат аумағын кеңейтіп, 5-ші, 6-ші сыныптың дарынды балаларын оқытуды жоспарлап отыр. Айнұр Мейрамбайқызы, Райымгүл Махамбетова, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар.